Сәлеметсіздер ме оқушылар? Сіздерді көргеніме өте қуаныштымын. Қазақ тілі сабағына қош келдіңіздер. Біздің бүгінгі өтетін сабағымыздың тақырыбы тіл және сөйлеу. Оқу мақсаты тыңдалған материалдың негізінде мәтіннің мазмұнын айту, негізгі тұсын түртіп алу және мәтіннің мазмұнын түсіну. Оқушылар, қазақ тілі сабағын бастамас бұрын ең алдымен экранға назар аударып көрейікші. Өздеріңіз көріп отырғандарыңыздай, экранда бірнеше жұмбақтар жасырылған екен. Қане барлығымыз осы жұмбақтарды жақсылап оқып, шешуін тауып көрейікші. Екі тақта арасында қимылдайды қызыл тақта. Қане, кім тапқыр екен? Дұрыс айтасыңдар. Бұл жұмбақтың жауабы тіл екен. Үнемі ауызда бұлтыңдайды, бірақ жұтылмайды. Керемет, бұл жұмбақтың да шешуі тіл екен. Ақ дуалдың артында қызылат, байлауынан бір босамат қызылат. Жарайсыңдар, бұл жұмбағымыздың да шешуі тіл екен. Демек, біздің бүгінгі сабағымыздың тақырыбы не туралы деп ойлайсыңдар? Және сабағымыздың мақсаты қандай болмақ екен? Иә, біздің бүгінгі сабағымыздың тақырыбы тіл туралы. Оқу мақсатымыз тыңдалған мәтіннің мазмұнын түсіну, негізгі тұсын түртіп алу және солардың негізінде мазмұнын айту. Олай болса, барлығымыз экрандағы бірінші тапсырмадағы берілген тапсырмаларды мұқият оқып, берілген мәтінді мұқият тыңдап, негізгі тұстарын белгілеп, тірек сөздерді табамыз. Байлығым, байтақ жерім, бақыт делім. Көрсең, көз тоймас асқар шыңды тауларым, миуалы бауларым, асу белдерім, айдын шалқар көлдерім, орам орманым. Алтайдан Атырауға дейін созылып жатқан кең байтақ жерімізге ірі елдер тұтасымен сыйып кетері анық. Елімізде 100-ден астам ұлт өкілі тату-тәтті өмір сүреді. Қазынаның барлығы да қазақ жерінің топырағында тұнып жатқанын екінің бірі біледі. Алғашқы жол Байқоңырдан басталатынын мақтан етпейтінін кім бар? Орынды мақтаныш, елім де, жерім де оған әбден лайық. Ал осы мәтіннің ішінен тірек сөздерді кім таба алады екен? Тамаша, жарайсыңдар. Демек біздің тірек сөздеріміз байтақ жерім, бақытты елім, асқар шыңды тауларым, миуалы бауларым, асу белдерім, айдын шалқар көлдерім, орам орманым. Тамаша. Оқушылар, келесі кезеңде барлығымыз өткенімізге сәл көз жүгіртіп көрейікші. Диалог дегеніміз не? Диалог дегеніміз сөйлесу, әңгімелесу деген сөз. Көркем шығармаларда екі я одан да көп адамдардың бір-бірімен тікелей сөйлескен сөздерін диалог деп атайды. Диалог көркем шығармада ғана емес, ауызекі сөйлеу тілінде де қолданылады. Келесі экрандағы екінші тапсырмаға назар аударайық. Барлығымыз диалогты қасымызда отырған көршілес парталасымызбен жалғастырып көреміз. Қане? Жарайсыңдар. Сендер диалогты құрастырдыңдар. Енді осы диалогты жалғастырып құрастыру мақсатында қандай диалогтың түрімен таныса білдіңдер? Жарайсыңдар. Диалогке қатысуда сөйлеудің екі түрі бар. Ауызша және жазбаша. Осы диалогқа қатысуда сендер диалогтың ауызша түрін қолдана білдіңдер. Жарайсыңдар. Келесі, бүгінгі тақырыпта не үйрендік, не түсіндік, не туралы білімді кеңейттік, сол жөнінде ұстаздарыңызға хат жазасыздар. Келесі, үйге тапсырма. Қазақ тілі ана тілім тақырыбында шағын өз ойларыңды жазасыңдар және сол бойынша мәтінге сұрақ құрастырасыңдар.
Жарайсыңдар оқушылар. Біздің бүгінгі сабағымыз өз мақсатына жетті. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.